Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге өте керемет әрі оңай, құрамы және де өте аз заттардан тұратын, табада піспейтін және де пешті, газды қажет етпейтін торттың рецептісімен бөлісейін деп жатырмын. Құрамына керекті заттар қаймақ, банан, вареная сгущенка, печенье қажет болады. Ең алдымен ыдысымызды аламыз да оның үстінен 5 ас қасық кетіп қаймағымызды салып алатын боламыз. Қаймақтың түрі қатты маңызды емес. Одан соң вареная сгущенкамызды аламыз да оның жартысын жаңағы қаймақтың үстінен құйып алатын боламыз. Және де қасығымызбен жақсылап тұрып, қаймақ пен вареная сгущенкамыз жақсылап бір-біріне араласқанша қасықтың көмегімен қозғап араластырып шығатын боламыз. Егер де вареная сгущенкамыз кішкене аздау болып қалса, оның үстінен тағы да азырақ етіп қосып, тағы да араластырып шықсаңыздар болады. Содан соң негізінен мен бұл тортқа арасына жемісті қолданғым келді. Оның ішінде осы банан жемісін алған болатынмын. Осылай бір бананды аламыз да оны майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Және де үйлеріңізде осылай форма болатын болса, және де осындай тарелкамызды алып, формамызды оның үстінен қойып, жаңағы печеньелерімізді ішіне жайғастырып шығатын боламыз. Негізі печеньенің түрі қатты маңызды емес. Әртүрлі печенье қолдансаңыздар болады. Южный немесе жаңағы крекердің басқа да түрлерін қолдануға болады. Содан соң оның үстінен жаңағы дайын болған кремімізді құйып шығатын боламыз. Барлық жеріне жайып, содан соң жаңағы туралған банандарымызды қойып шығатын боламыз. Негізі бананның орнына басқа да жаңағы грек жаңғақтарын және де әртүрлі мейіз және де жаңғақтың түрлері көп қой, соны қолдансаңыздар болады. Немесе киви, малина секілді басқа да өздеріңізге қандай жеміс ұнайды, соны қолдануға болады. Осылай оның үстінен жаңағыдай тағы да печеньемізді салып шығатын боламыз да, оның үстін тағы да креммен жаңағы құйып барлық жеріне тигізіп жайып шығатын боламыз. Және де оның үстінен тағы да бананымызды салып шығатын боламыз. Яғни бұл бізде кезекпен кезек жасалып жататын торттағы процесс. Егер де өздеріңіз жаңағы торттың қабаты, яғни слойы көп болсын десеңіздер, осылай көбірек етіп жасауға да болады өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне осылай жаңағыдай кремімізді жағып шығатын боламыз. Егер де жаңағы 5 ас қасық креміңіз аздау болып қалса, қалған жаңағы қаймақ пен вареная сгущенканы араластырып жіберіп, қайтадан жасап жіберуге болады. Себебі кремі өте оңай бізде. Және де печеньенің жаңағы майда үгітінділері қалып кеткен болса, үйлеріңізде оны оқтаудың көмегімен үгітіп аламыз да жаңағы торттың бетіне барлық жеріне тигізіп жауып шығатын боламыз. Яғни тура медовый торт секілді болып шықты бізде. Міне бізде дайын болды. Енді бұны тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып шықсаңыздар болады. Немесе түнде жасап қойсаңыздар да болады. Таңертеңге дейін жақсылап тұрып бір-біріне сіңіп шығатын болады. Менде холодильникте 3-4 сағат қана тұрған болатын. Осылай формамызды алып аламыз. Міне біздің тортымыз осындай болып шықты. Негізі бұл торт холодильникте қанша тұрған сайын соғұрлым кремі печеньеге сіңіп, яғни бір-біріне жақсы үйкеліп, керемет болып шығады. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте керемет болып кесіліп жатыр, әрі жұп-жұмсақ болып тұр. Қасымда балаларым күтіп жатыр, қашан жейміз, қашан дәмін көреміз деп. Сіздер де дәл осы тортты жасап берсеңіздер болады. Құрамы өздеріңіз көріп тұрғандай өте оңай болып жасалатын. Міне бізде разрез осындай болып шықты. Енді иісі деген өте керемет свежий торттың иісі шығып жатыр. Міндетті түрде жасауға сіздерге кеңес беремін, достар. Осындай болып шықты. Өте керемет болып шықты. Қазір вилканың көмегімен сіздерге кесіп көрсететін боламын. Дәмі тіл үйіретін жұп-жұмсақ тортымыз дайын, достар. Ал достар, біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.